Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен палау жасаймыз. Бізге керекті заттар пияз, чеснок, ет және сәбіз айва қажет. Қызып тұрған табамыздың үстіне майымызды құйып, пиязымызды қуырып аламыз. Пиязымыз осылай күйу керек, үстіне етімізді салып қуырамыз. Егер сіздер палауыңыздың түсін шығара алмайтын болсаңыздар, онда сәбізді, пиязды, етімізді жақсылап қызартып қуырсаңыздар, палаудың түсі шығатын болады. Көп қумақ қосудың қажет етпейді. Жақсылап қуырып, үстіне суымызды құйып, чесногымызды салып, дәміне қарай тұз саламыз. Етін жауып, 1,5 сағатқа қайнатамыз. Бізде 1,5 сағат қайнап шыққан етіміз. Үстіне күрішімізді салып, айвамызды саламыз. 1,5 сағатқа бетін жауып, бұқтырып қоямыз. Дайын болды, ас болсын. Сіздермен болған жансая. Видео ұнаған болса лайк басып, маған тіркеліп, астына өз ойларыңызды жаза кетіңіздер.